осы елде тағдырын аманаттап, сіз бен біздің ортамызда мамыражай күн кешіп жүрген өзге этностарда, енді олар көшетіндер, көшіп кеткен ертеректе Қазақстаннан күдерін үзіп, мына қалғандардың бәрі қазақтың болашағына сенгендер. Бұлардың барлығы қазақша білет, сөйлеп жүр. Біздің қоғамда қазақ тілі мәселесін кері шегіндіріп отырған қазақтың ішінен шыққан орыс тілділер, қара қазақтар кәдімгі өзіміздің қазақ тілінің мәселесін қиындап жүрген, әйтпесе өзге ұлт өкілдердің барлығы қазақ тілінде сайрап сөйлеп жүр. Соны біз түсіне алмай жүрміз ғой. Анау әлеуметтік желіде бір жапон бала бар ғой, білесіз ғой? Мен өзім қазақпын деп әркімнен Еуропада жүргенде қазақша білесің ба деп қазақтарды ұялтып жүрген. Ананы көрген сайын сүйсінемін да. Біздің өзімізді ұятымызбен бетпе-бет әкеп жатыр. Міне, өзге ұлттар, өзге этностар қазақша сайрап жүрген кезде біз өзіміз өз аяғымызға тұсау болып, кежегемізден кері тартып, қазақша айтқанда артқа қарап керісіп тұрған өзіміз ғой, басқа ешкім емес. Бізде бір психология қалыптасып кеткен. Өйткені орыс тілінде сөйлесе элита болып көрініп, орыс тілінде сөйлесе мықты болып көрініп. Орыс тілінде сөйлеу деген түкте мәдениет емес. Орыс тілі қазір Қазақстанның территориясынан шықсаңыз ешкімге керек емес. Постсоветтік елдердің өзінде Грузияда қазір керек етпейді, Әзербайжанның керек етпейді, жаңағы Эстония, Балтық жағалауындағы елдер керек етпейді. Өзбекстанда да біліп тұрғаны шамалы, тек қана бұл Қазақстан мен Қырғызстандағы ғана жағдай. Міне, өкініштісі ауыр болса да, біз қазір орысша ойлап, орысша түс көретін халге жеткенбіз. Сондықтан қазақ тілінің мәселесін, мына тәуелсіздіктің келесі жылы 35 жыл болады бізге тәуелсіздік алғанымызға. 35 жылдың ішінде тіл мәселесін жасай алмау ұят нәрсе. Иә, бұныңызға енді қосылам. Өкінішті, өте өкінішті не? Бүгін үлкен жиын болады. Егер мен бармасам, бүгін мынау орыс тілі мемлекет тілі атанады, барлықтарыңыз орыс боласыздар. Сөйтіп сол барып тұрып, жаңағы екі тіл бірдей орыс тілі мен қазақ тілі өтті де кетті. Сол кезде мен өзімді ұстап дірілдеп, аяқ қолым дірілдеп, өзімді ұстай алмадым, мінбеге көтерілдім ойға қарай. Сол айқайлады, қайда барады анау ақын, оның ұсынысы өткен жоқ қой, оның не деген оңбағандық, тоқтатыңдар ана ақынды деп, ешқайсысын неған жоқпын, бардым да айқайладым. Бүкіл елді көтереміз, мұның аяғы 2-ші желтоқсан болады дедім. Бүкіл елді көтереміз деген кезде, сол кездегі басшылардың бір қорқып қалды. Жолдастар, ондай мынау Шахановтың ұсынысын қайтадан дауысқа салайық деп. Сөйтіп дауысқа ана салып келіп жүрді. Сөйтіп өзі де қол көтерді. Сөйтіп менің жындылығымның арқасында қазақтың тілі мемлекеттік тіл болды. Жеке дара мемлекеттік тіл болып қалды.